Сонымен қатар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір жолда сахабасын жолықтырып қалса, қолымен былай амандасатын болса дейді, қашан ана сахаба өзі бүйтіп тартпайынша қолын жібермейтін болған екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Осылай ұстап тұра береді екен. Және өзі де айтады, қайсы бір мұсылман қолын ұстасып амандасса, екеуі қолдары ажырайым дегенге дейін олардың күнәлары төгіліп үлгереді деп айтқан екен. Мына бүйтіп тұра берсең мысалға, төгіле береді да. Қақтан тұрасың, бір-бірін жақтырмайсың, өліп баратсың, тезірек деп амандасып өтіп кетсең болды. Жоқ, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне қайшы болды. Осылай ұстап алып, ана кісі өзі тартпайынша қолын ешқашан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам босатпайтын еді дейді. Және әлгі кісі өзі кетуге ыңғай танытпайынша пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам онымен сөйлесіп жайбарақат тұра береді екен. Және амандасқан кезде бір қолмен амандасып, жаңағыдай қатты қарап, айта бер, ондай жоқ дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адаммен сөйлескен кезде не істейтін болған дейді? Түгел денесімен сол адамға қарай бұрылатын болған дейді. Ал егер жолда кішкентай балаларды көрсе, ойнап жатқан, онда оларға отыратын болған дейді. Қалайсыңдар, қалайсыңдар деп өтіп кетпейтін болған дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қастарына барып отырып, әрқайсысымен жеке-жеке амандасып, қал жағдайын сұрайтын болған дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам қандай, мінекей, қандай мұғалім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам.